Жан дүниеңіз сырқырап жаныңызға батқан күні әлемнің құшағында жалғыз қалатындай күйде сезінесіз. Бәрінен түңіліп, біреумен сөйлесуге құлқыңыз болмай жатқан кезде, бір сәтке адам баласы бір жанның тыныштығына, жүректің тыныштығына кенелгісі келеді. Жанның, жүректің тыныштығы деген не? Егер осы сұрақты экранның ар жағында отырған тыңдарман бір сәтке өзіңізге сұрақ қойып көрдіңіз бе? Жанның, жүректің тыныштығы деген не? Әрине, әр адам әрқалай жауап береді. Мысал, бір адамдар зәулім сарайда үйім болса, астымда қымбат көлігім болса, әдемі киінсем, дәмді тамақтар жесем, жылда шетелге қыдырсам, ақшам көп болса деп, жаңағыда материалдық құндылықтарды ойлаған сәтте менің жүрегіме сол сәтте ғана тыныштық келеді деп ойлайды. Ал кейбіреулер театрға барсам, табиғат аясында қыдырсам, жан-жақтағы кетіп бара жатқан адамдарға қарап, мынау табиғаттың табиғат қандай керемет жаратылған, аң-құстарға қарашы, ағаштарға қарашы деп, сондай осы әлемді жаратқан кім деген сұрақтың жауабына терең іздеп, Құдаймен тілдесіп, Құдаймен дұғада болып, сондай бір гармонияда өмір сүрсем, осы нәрсе маған жүректің тыныштығын алып келеді дейді. Театрға барсам, ол жерде мен жаныма жақын, менің рухыма жақын спектакльдер көрсем, музейге барсам, сонау тарихи адамдардың өміріне зер салып қарасам, жүрегіме бір тыныштық келгендей күйде боламын деп, кейбір адамдар өздерінің осы сұрақты қою арқылы жанның, жүрегінің тыныштығын осылайша әр адам әрқалай сипаттап береді. Жалпы, яғни жанның, жүректің тыныштығы біреу материалдық құндылықпен байланыстырса, әлде біреулер рухани құндылықпен байланыстырады екен. Әр адамның өмірінде проблема туындайды. Ол өзінің сол проблема ауыр салмағыменен одан сайын еңсемізді басып, адам сол кезде іштегі тепе-теңдігін жоғалтқан кезде, яғни сол бір проблемалар туындаған кезде, тепе-теңдігін жоғалта бастаған кезде, іштей үрей, қорқыныш билей бастайды. Ол сол сәтте егерде біз өзіміздің ой санамыздың жаңағы үйлесімділігін қолға ала бастаған кезде, біз сол туындаған проблемаға, жағдайға әртүрлі көзқараспен қараймыз. Баяғыда менің ұстазым кез келген мәселені эмоцияға емес, рацияға, яғни ақыл ойға салыңдар, миға салыңдар дейді. Эмоцияның жетегінде кетсе, яғни біз іштей тепе-теңдігімізді жоғалтамыз да, кәдімгідей іштей үрей пайда бола бастайды. Сондықтан да осы нәрсені қолға алып, үйрене білу керек. Мысалы, қиын жағдайлар ол отбасындағы дағдарыс болуы мүмкін, ол қаражат мәселесі болуы мүмкін, ол жұмыстан шыққалы басқа жұмыс болмауы мүмкін. Тіпті немесе одан да қиын нәрсе бұл аурумен байланысты болуы мүмкін. Бірақ осындай дүниелер, яғни қиын жағдайлар туындап жатқан кезде осындай дүниелермен байланысып, біз мынаны білуіміз керек, біз әр нәрсе бізге сабақ алып келеді, егерде біз осы нәрсені қолға алып, яғни эмоцияға емес, ақыл санаға сала бастаған кезде, біз қалай өмір сүру керек екенін, жанымыздың тыныштығын, жүректің тыныштығын ойлауға жаңағыдай талпына бастаймыз. Осы арқылы біз өмірімізде көптеген үлкен мол тәжірибе ала бастаймыз. Құрметті тыңдармандар, біз қазір осындай бір әлемде өмір сүріп жатырмыз, қазір зорлық-зомбылық, мектеп арасындағы оқушылардың бір-біріне деген жауыздық қарым-қатынастары. Сондай өмірде біз ұйқымыздан тұра салып әлеуметтік желіні ашамыз. Кімнен қандай хат келді, қандай жаңалықтар болып жатыр, көрші елде қандай жаңалықтар болып жатыр, елімізде не болып жатыр. Осындай дүниелер біздің күнделікті күйбең тірлікте онсыз да әртүрлі жағдайлармен басымыз қатып жатқан кезде осындай мәліметтер, жағымсыз, негативті мәліметтер біздің өмірімізді шыр айналдырып, хаосқа айналдырып жібереді. Міне, сондықтан да
жаңағы немесе өзіңнен асып түскен адамдарды көрген кезде, мысалы біреу көлік алып жатады, біреу үй алып жатады, біреу тағы да, яғни материалдық құндылықтың жетегінде кеткен кезде, мен осылардан қай жерім кем, мен осылар сияқты неге бола алмаймын деген сияқты осындай бәсекелестік жаңағы жолына түсіп кетеміз. Соған талпынамыз. Қайтсем де ақша табуым керекпін, қайтсем де соларды қуып жетуім керекпін. Яғни осындай бәсекелестік өмір, біреумен өзіңді салыстыру, бәсекелесу, қуып жету, үнемі сондай талпыныста болу, осы адамның жанының тыныштығын, жүрегінің тыныштығын қашыра бастайды. Әрине біз бұл өмірде өмір сүріп жатқандықтан біз өмір сүре білуіміз керекпіз, жақсы жолды таңдауымыз керекпіз, жақсы дүниелерге құмар болуымыз керекпіз. Бірақ осыған тым беріліп кетпей, тепе теңдікті дұрыстай білген жөн. Яғни материалды құндылық пен рухани құндылықты. Себебі келі жазбаларда мынандай бір әдемі сөз жазылған, ол менің есімде бар. Яғни мынау жер бетіндегі барлық өмір енді уақытша ғой. Сондықтан да осы жер бетіндегі болып жатқан жағдайлардың барлығы уақытша, ең алдымен аспан патшалығын ойланыңдар дейді Құдайдың сөзінде. Сондықтан біз ең бірінші кезекте аспан патшалығын ойлануымыз керекпіз, ал қалғанның барлығы қосымша беріледі. Бүгінде көптеген адамдар Құдайдың кім екенін, Құдайдың жаңадай сөздері арқылы осындай рухани құндылықтарды қайнар көзі ретінде көре ала ма? Бізді қоршаған орта үнемі өзгеріп тұрады, ал Құдай ешқашанда өзгермейді. Мысалы, өмірімізде қиын жағдай туындағанда не істейміз? Балгерге барады, тәуіпке барады, болашағын алдын ала болжап, соны білгісі келеді. Ойбай, сенің өміріңде осындай жағдайлар болады, керемет істер болады деген кезде жүрегімізге тыныштық келгендей болады. Бірақ осы нәрсе барлығы уақытша. Өйткені біз көзге көрінбейтін дүниелерге сенуіміз керекпіз. Егер бізге Құдай адамға алдын ала жоспарлап, болашағында қандай жағдайлар болатын алдын ала білетін болатын болса, онда әрине онда не үшін адам бұл әлемде өмір сүріп жатады? Сондықтан да біз көзге көрінбейтін дүниелерге сенуіміз керекпіз. Ол қалай? Мысалы, тек қана Құдайдың әрбір киелі сөзіменен өмір сүріп, алдыға ұмтылып, осы жаратқанның берген нығметіне шүкіршілік айтып, барға қанағат тұтып, талпынып, кез келген ісіңді дұғаменен Құдаймен байланыста болу керек. Себебі Құдай ол кеше, бүгін және ол мәңгілік Құдай. Және де оған біз ешқашанда серік қоспауымыз керекпіз. Ол Құдай тек қана осы адам баласына таңдау еркін берген. Бірақ біз көбінесе сол мынау материалдық осы әлемнің құндылықтарын ойлап кетемізде, көп жағдайда рухани жағынан ақсағанның арқасынан біз жүрегімізде сондай бір жүрегіміздегі тыныштығымызды өзіміз қашыртып аламыз. Санфорд университетінің түлегі Хезер деген жігіт былай деген екен: Құдаймен шынайы өмір қарым-қатынас болу күнделікті өмірдің таңғаларлықта әдемі шынайылығы. Шынымен де таңертең тұрамыз, Алла тағалаға өзіміздің рахметімізді айтамыз, Құдайға деген рахметімізді айтамыз. Бірақ рахмет айтқан кезде біз бір уақыт оның үніне, бір уақыт бір тыныштықта болып, соны тыңдай аламыз ба? Соны жүрегімізге біз кіргізе аламыз ба Құдайды? Бірақ біз тұра салып, бүгін жұмысқа бару керек, мынаны жасау керек деп, яғни үнемі біз Құдайды кейінге шегеріп жатамыз. Көңілің тоқ, көйлегің көк кездері адам Құдайға ешқашан мұқтаж емес. Бірақ біздің өмірімізде шайқас басталған кезде, және осы шайқастың қызған сәтінде біз не істейміз? Біз Құдайды іздей бастаймыз. Білесіздер ме?
адам бұл өмірде неғұрлым жаңадай дүниелерге, осы материалдық құндылықтарға қол жеткізген сайын, сіздер ойлайсыздар ма, олардың жүрегінде тыныштық пайда болады деп? Иә, тыныштық пайда болуы мүмкін, бірақ ол уақытша. Бірақ неғұрлым сол дүние оңыздыққа қол жеткізген сайын, адамның мынау кеудесі бос қуыстарды соғұрлым сезіне бастайды. Мысалы, жаңадай менің өмірімде мысалы бір адамдар айтады, мен жігітпен жүрдім, қызбен жүрдім, әйел алдым, ажырастым, үйлендім, отбасын құрдым, киім алдым, қыдырдым, не ішем, не кием деп ойлаған жоқпын. Мен миллионердің баласы болдым, мен өзімді қауіпсіз сезінем, немесе мен осындай жағдайға қол жеткізгенде өзімді қауіпсіз сезінем дейді. Бірақ ол осының барлығы қате пікір. Адам тіпті миллиардердің баласы болса да, ол ешқашанда өзінің бір қауіпсіз сезінбейді. Ол қауіпсіздікті саған беретін ол Құдай екенін ұмытпайық. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, экономикалық мынау әлемде дағдарыс болып жатыр, шабуыл, соғыс, басқа мемлекеттерде бір-бірімен соғыс, шайқас болып жатқан кезде, адамның осындай жаңадай әлеуметтік желіде осындай қорқыныш кадрларды көрген кезде, адамның жүрегінде сондай бір қорқыныш билей бастайды. Менің өмірім қалай болады, болашағым қалай болады, мына балаларымның өмірі қалай болады деп. Білесіздер ме, әйтсе де Құдайдың өміріңізде қатысуы жаныңызға жаңағы тыныштық, бойыңызды күш қуат билейді. Егер біз сондай кезде одан бетер Құдайға жақындай бастаған кезде. Мен айтпаймын, өмірінде қиын жағдайлар болған кезде ғана адам баласы жаратушы Алла тағаланы іздей бастайды деп. Жоқ, байлар да жаңағы орташа жалақымен өмір сүріп жатқан, немесе тасып түскен дүниелер болса да, Құдаймен өмірін байланыстырып жүрген адамдар да бар. Біз болашақта не болатынын, не болғалы жатқаннан беймәлімбіз. Бірақ біз осы нәрсені есімізге сақтап алайықшы. Болашақ не дайындамасын, жүрегіңізге тыныштық беретін Құдайдың жаныңызда болатын есіңізден шығармаңыз. Жүректің тыныштығы, жанның тыныштығын сізге материалдық құндылық береді, бірақ ол уақытша. Ал сізге мәңгілік тыныштықты және мәңгілік өмірді сыйлайтын Құдай. Сондықтан біз көп жағдайда рухани құндылықтарды ойлатыстырғанымыз жөн. Бүгінгі түскі шай бағдарламасында жанның, жүректің тыныштығы туралы мен сіздерге қысқаша мәлімет бердім. Егер сіздердің де өздеріңіздің алып қосатын ойларыңыз болатын болса, осы бағдарламаның астына өз ойларыңызды қалдырып, пікір алмассаңыздар болады. Сіздермен болған мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.